Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Балқаш қаласы номер 9 жалпы білім беретін мектебі қазақ тіл әдебиет пәні мұғалімі Орынтаева Жанар Айтбековна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесіндегі ана мен бала бейнесі. Сабақтың мақсаты шығармадағы кейіпкерлер портреті мен әрекетінің образын ашамыз. Кейіпкерлер әрекетін шынайы өмірмен байланыстырамыз. Сыни баға береміз. Нәтижесінде шығармадағы кейіпкерлер портреті мен әрекеті арқылы образын ашуды үйренеміз. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табамыз. Енді осы шығармадағы негізгі кейіпкерлер анасы Күміскүл мен баласы Сержан. Ендеше соған тоқталып өтейік. Анасы Күміскүл. Күміскүл Балмағамбет ағасының қызы, Сержанның анасы. Алматыда базар маңында жұмыс жасайды. Жұмыс істеу үшін Алматыға кеткенде 4 жасар Сержанды атасы мен әжесінің қолында қалдыруға мәжбүр болды. Өйткені қалада балабақшаға орналастыру қиын еді. Ал баласы Сержан, ағасы Балмағамбеттің жиен немересі, алыстағы анасын аңсап сағынады. Сол сағынышы оның сәби жүзіне кейде кірбің салады. Анасымен бірге болуды, әкесімен табысуды армандайды. Енді Сержанның бойындағы осындай мінез-құлықтарды шығарманың қай жерінен көруге болады? Соған назар аударайық. Кейіпкерге мінездеме. Негізгі кейіпкер Сержанның ақ көңілділігі. Мамам әкелген төпілейімді киемін деп қиял қанатына мініп алғандай қуанады. Ал енді бауырмашылығына кеп тоқталатын болсақ, көздері күлімдеп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстап, адамның жүрегін еріксіз елжіретеді. Ал енді оның зеректігі, мамам айтқан, Алматыда жаз кезінде де күн суық болады деп, анасының айтқан барлық сөздері есінде қалғандығын көреміз. Ал енді ақылдылығына кеп тоқталатын болсақ, саусақтарын кезек бүгіп тұрып, бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн деп шаттана қуанғанын байқаймыз. Ал енді осы шығармадағы Күміскүл неге баласын нағашы атасы мен әжесінің қолында тастауға мәжбүр болды? Олай болса, Күміскүл ананың бейнесіне тоқталып өтейік. Ол үшін 4 сөйлем әдісі бойынша Күміскүлдің бойындағы мінез-құлықтары мен портретіне қарай назар аударайық. Тақырып бойынша өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. Мысалы, Күміскүл жырақта жүрген ана. Пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. Жұмыс істеп, ақша табу үшін Алматы қаласында жүр. Енді осы пікірімізді өмірмен байланыстырып мысал келтірейік. Бүгінгі күні Күміскүл секілді аналар көп. Себебі ауылда жұмыс жоқ. Сондықтан олар қалаға кетуге мәжбүр болады. Ал енді осы ойымызды қорытындылай келе, бұл жерде анасын сағынған кішкентай Сержанның анасына деген сағынышы орынды деп ойлаймын. Кез келген бала анасын аңсайды, сағынады, анасының жанында болуды армандайды. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта айтылған мәселелерді толықтыру үшін толықтыру тестін орындайық. Бірінші сұрақ: Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Екінші сұрақ: атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой деген кімнің сөзі? Үшіншісі: Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболка, шалбар мен төпелейден басқа қандай киімдері бар? Төртіншісі: мамамды тауып алсақ деп ар жағында тағы кімді іздегісі келеді? Бесінші сұрақ: әңгімедегі әнші бала кім? Ал енді балалар, осы толықтыру тестінің жауабын тексеріп бір көрейік. Біріншісі: Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Алматыға апаруға уәде берді. Екінші сұрақ: атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой деген кімнің сөзі? Әрине, әжесі Күміскүлдің сөзі. Үшінші сұрақ:
Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболка, шалбар мен төпеледен басқа қандай киімдері бар? Қып-қызыл гүлдері бар, көйлегі бар екен. Төртіншісі, мамамды тауып алсақ деп, ар жағында тағы кімді іздегісі келеді? Әрине, әкесін іздегісі келеді. Бесінші сұрақ, әңгімедегі әнші бала кім? Сержан. Ал енді балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазыңыздар. Үйге тапсырма. Анаға хат жазыңыздар. Мүмкін кейбір балалардың аналары жырақта, алыста шығар. Мүмкін кейбір балалардың аналары балаларына уақыттар болмай, көңіл бөлмей жүрген шығар. Сол себептен әркім өзімізді, ішкі ойымызды мазалаған ой пікірімізді анамызға хат жазу арқылы жазып келіңіздер. Назарларыңызға рахмет.